Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 93-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, алдымен каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып және видеоға лайк басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар туралы не білемін? Оның жіктеу есімдігі. Бүгінгі сабақта өтетініміз берілген мәтіннің мазмұны бойынша өз пікірімді білдіремін және жіктеу есімдіктерін білемін дейді. Бізге 42-ші жаттығуда мәтін беріліпті. Алдымен осы мәтінді оқиық. Бүркіттің тағдыры. Бүркіт өте қауқарлы құс. Ол бүрген кезде түлкінің омыртқасын опырып жібереді. Ал адам қолға үйретіп баулаған бүркіт қасқырды да тайсалмай алады. Бүркіт қоян, тиін, құр, кейде тырнаға да түседі. Су бүркітті балықты қорек етеді. Бүркіттің түрі көп. Бүркіттер тек адамнан ғана зардап шегіп келеді. 1917 және 1922 жылдары Америкада 15.745 бүркіт адам қолынан өлген. Осындай озбырлықтың салдарынан бүркіттердің тұқымы азая бастаған соң, қазір барлық елде бүркіттерді қорғау туралы арнаулы заң шығарылды. Біздің елімізде бүркіттерге ешқандай қастандық жасалмайды. Жыл 12 ай кітабынан бұл мәтін. Енді мәтін бойынша тапсырмалар беріліпті, осыларды орындайық. Бүркіттер туралы не білдің? Бүркіттерді не үшін қолға үйретеді? Және бүркіттерді қорғауға қатысты өз пікірімді білдір дейді. Мен бұл мәтіннен бүркіттің өте қауқарлы құс екенін білдім. Қолға үйретілген бүркіт тіпті қасқырды да ұстай алады екен. Осы уақытқа дейін бүркіттер тек адамдардан зардап шегіп келе жатыр екен. Екінші сұрақ бізде бүркіттерді не үшін қолға үйретеді? Бүркіттерді аң аулау үшін қолға үйретеді. Ал үшінші сұрақ, бүркіттерді қорғауға қатысты өз пікіріңді білдір. Менің ойымша, құстарды, соның ішінде бүркіттерді қорғау туралы заңды күшейту керек. Келесі бізде 43-ші жаттығу. Кестеде берілген ақпаратты пайдаланып, бүркіт туралы мәтін құрап жаз дейді. Бізге бұл жерде кестеде бүркіттің мекендейтін жері, ұя салатын жері, ұя салу науқаны, жұмыртқа саны және қандай құсқа жатады, соның барлығы берілген. Осыған мәтін құрастырып жазайық. Бүркіт жыртқыш құстар қатарына жатады. Олар Маңғыстауды, Үстіртті, Қызылқұмды, Сарыарқаны, Алтай тауларын және Іле алатауын мекендейді. Бүркіттер ұяларын биік ағаштарға, зәулім жартастарға 1-2 жұмыртқадан салады. Олардың ұя салу науқаны наурыз, сәуір айларында басталады. Келесі бізде 44-ші жаттығу. Түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып, жаңылтпашты оқы дейді. Бізге 3 сөз берілген, яғни 3 есімдік: кім, мен, оны деген. Осыларды бізге берілген жерге қойып, соны оқуымыз керек. Қара бүркіт томағасын түсірді, мен оны томағаламай, кім томағалайды? Сұрау мәніндегі жұмсалған есімдікті тап дейді. Бұл жерде сұрау мәнінде жұмсалып тұрған есімдік кім деген есімдік. Келесі бізде 45-ші жаттығу. Сөйлемдерге тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз делінген. Саятшылық, құс салып, аң аулау өнері, мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Олар көбіне бүркіт, лашын, сұңқар секілді жыртқыш құстарды аңға салып баулайды, сол құстармен аң аулайды. Яғни балалар, үтір немесе нүкте қойып, қайтадан мәтінді көшіріп жазуымыз керек дұрыстап. Саятшылық, құс салып, аң аулау өнері, нүкте. Бас әріптен басталады сөйлем әрі қарай. Мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Тағы да нүкте қоямыз, сөйлем аяқталды балалар. Келесі бас әріппен жазылады. Олар көбіне бүркіт, үтір, лашын, үтір, сұңқар секілді жыртқыш құстарды аңға салып баулайды. Бұл жерге де нүкте қоямыз. Келесі бас әріппен жазылады. Сол құстармен аң аулайды. Келесі бізде 46-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құра дейді. Көріп тұрмыз балалар, суретте әпкесі мен інісі қарлығаштарға және қарлығаштардың салған ұясына қарап әңгіме айтып тұр. Енді осыған мәтін құрайық. Күн жылынған еді. Салқын жел ескенімен күннің нұры жылулық шашып тұрды. Біз әпкем екеуміз атам мен әжемнің ауылына демалыста барған едік. Үйге кіріп келе жатқанда үйдің жан жағында айыр-құйрықты құстар ұшып жүрді. Үйдің шетіне қарасақ, қарлығаштар ұя салып қойыпты. Бұл құсты қазақтар киелі деп жақсылыққа ырымдайды екен. Міне балалар, осымен бүгінгі біздің 93-ші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар балалар. Сау болыңыздар.